Екінші күні цивилизациялар шынымен де дами бастады. Шөлдің оңтүстік шығысында бұрын тек бос шөп бұршы еді. Ал қазір шөлдің ең үлкен мемлекетіне айналуда. Сәлем мырза. Яу, қалайсың еш? Сұлтан қайтып келді. Бұл ойыншыны сендер менің бірінші цивилизация жайлы видеомнан тануларыңыз мүмкін. Ол сұлтандық деп аталатын ұлтты басқарған. Ал ол қазір қайтып келіп, екінші сұлтандықты басқаруда. Бұл жолы оның халқында 100-ден астам адам бар. Мен шөл аралында тәртіп пен бейбітшілікті сақтағым келеді. Сұлтан құрған ережелердің ішіне келесілер кірді. Дұрыс киім кию, шошқа етін жемеу, міндеттелген жұмысты жасау, және ең бастысы сұлтанды ең жоғары әрі құдай сайланған көшбасшы деп тану. Әрі қарай жүрсек, тамақты құрғақ климатты табу әлі де қиын болғандықтан, сұлтандықтың адамдары тамақтың әртүрлі түрлерін жасай бастады. Мысалы, айнала қоршаған мұхитта балық аулау. Оған қоса дрип чикен атты ойыншы тауық дүкенін жасады. Бірақ мен тексерген кезде бұл мүлде басқа нәрсе екенін түсіндім. Лос Пойас Hermanosқа қош келдіңіз. Рахмет. Сізге 100% заңды ұнтаққан ұнай ма? Не болғанда да біз қайтадан қар аралына ораламыз. Аралда айналып қарап жүрсем, мен тек британдық кальмар деп сипаттай алатын затты таптым. Сонда кальмар үшін суық климат орынды ма? Енді ол әр кезде әрқалай. Мен досыма барайық. Тоқта, кім сенің досың, астында ма? Иә, ол астында. Оған рахат. Ол жоғарға шығып кетті ғой. Жоқ, менің балық досым, өтінем, түші. Ұнтақталған қарға немесе азды көпті полярлы аюларға қарамастан, қарлы аралдағы адамдар іс жүзінде өте жақсы жүріп жатыр. Ешкім бір-бірімен соғыспады, өйткені барлығының ортақ жауы қатал климат. Әрине, осының бәрін ескеретін болса, барлық қарлы елді мекендер арасында біз ойлағаннан да үлкенірек құпия болуы мүмкін. Екінші күні адамдар арасында теориялар жайлы қауесет тарады. Олардың барлығы аралдың әр жағында шашырап орналасқанымен, іс жүзінде барлық елді мекендер тек бір адаммен басқарылды. Оның мақсаты бүкіл қар аралын бір мықты империясына біріктіру еді. Бұл адамның есімі Эланиоло болды, және оның империяға біріктіру операциясы жер асты бункерінен басқарылды. Себебі сол кезде солай ол қауіпсіздікте деп ойлады. Оның жұмысы елді мекендердің сайланып қойған басшылармен кездесу жүргізу, және оларға өз империясына біріктіруге көндіру болды. Осылайша, егер олар біріксе, олар мықты болады. Ол басшыларға бұйрықтарды орындауды тапсырды, ал есесіне империядағы жоғарғы лауазымдарға кепілдік берді. Егер бұл империя шынымен құралып, қарлы аралдағы барлық 300 адам біріксе, ол әлемдегі ең күшті мемлекет болар еді. Бір қызығы, ол сұлтандық пен жазықтағы екі мемлекеттің қосындысынан да үлкен болар еді. Мұндай өршіл жоспар шынымен сәтті бола ма екен? Келесі күндері көрейік.